Мен Didar Dauletuly және тақырып Present tenses with future meaning. Present tenses with future meaning бұл present simple және present continuous шақтардың келер шақтағы мағыналарының ұқсастығы. Present continuous ол нақ осы шақта қолданылып жатса да, ол келер шақтағы жоспарлы формада айтылуы мүмкін. Мысалға, we are playing football tomorrow. Біз ертең футбол ойнаймыз. Екінші мысалы, what time is he arriving? Ол сағат нешеде келейін деп жатыр. Мұндағы сөйлемді бір қараса, дәл қазір қолданып тұрған іс-әрекет сияқты көрінеді. Бірақ, ондағы tomorrow деген уақыт белдеуі келер шақтағы жоспарлы іс-әрекетті жасап тұр. Мұнда да present continuous шақ қолданылып тұр. Бірақ, сөйлем мағынасы келер шаққа бағытталған, яғни болашақта болатын жоспарлы іс-әрекетті айтып отыр. Біз present simple шақтағы present tenses with future meaning формасын белгілі бір жоспарлы іс-әрекетті болады немесе болмайды деп ақпарат бергенде қолдана аламыз. Мысалға, what time does the film begin? Кино сағат нешеде басталады? Екінші мысалы, the football match starts at 8 o'clock. Футбол сағат 8-де басталады. Мұнда сөйлем present simple-да тұр. Мұнда да сөйлем present simple-да тұр. Бірақ at 8 o'clock деген ол future simple-дағы уақытты білдіріп тұр. To be, going to do бұл да сол жоспарлы іс-әрекетке қолданылатын грамматикалық құрылым. Егер біз болашаққа бір жоспар қоятын болсақ, және сол жоспардың орындалуына өзіміз белгілі бір әрекет жасап қоятын болсақ, біз осы to be, going to do құрылымын қолдана аламыз. Мысалға, we are going to have a dinner together. Біз бірге тамақтанайын деп жатырмыз. Мұндағы we ол subject, are ол to be етістігі, going ол going, ал to have ол to do рөлінде қолданылып тұр. Екінші мысал, I'm not going to visit my granny next Sunday. Мен келесі жексенбі әжемді көруге бармаймын.